қалай? Бүгінгі ашық сабағымызды бастаймыз. Алдымен үй тапсырмасы тұрады. Үй тапсырмасына не беріп еді? 6-шы жаттығу жақсы. Халима, бастаймыз. Бұл ұлттық күзгі бізде ұлттық Жер дауына діни этикалық кемсітушілікке тағы басқа себептерге байланысты туады. Ал енді ұлтаралық қақтығыстар болмас еді деген сұраққа жауап берейікші. Мысалы, ата заңымыздың 14 бабында ешбір ұлттың дін өкілі лауазымдық және мүліктік жағдайына байланысты бұл мемлекетте екінші сұрақтағы адам сезіміне тыйым салынады. Міне, бұл бейбітшіліктің бастамасы деп ойлаймын. Екіншіден, алпауыт елдер әлемдік саяси сахнада өзінің экономикалық, әскери жағдайымен үркітпесе, ұлтаралық қақтығыстар болмайтын еді. Зорлық-зомбылық пен мәжбүрлеуден бас тарту керек. Сонымен қатар, қызыққанды болып, ойламай басқа мәдениеттің тіліне, ұлтына, дәстүріне тіл тигізуге жол берілмеу керек. Оданша орыс, қазақ, кәрі жас деп бөлінбей, орталық еліміз Қазақстан үшін болашаққа бірге аяқ басу керек. Рахмет, өте тамаша жазылған. Рахмет. Ұлтаралық қақтығыстар ұлттардың тәуелсіздігіне, саяси билікке діни көзқарасты кемсітулерден болуы мүмкін. Әлемде Түркиядағы көп ұлтаралық қақтығыстарды және араб пен еврейлердің ұлтаралық қақтығыстарға келсек, еліміз көп ұлтты мемлекет. Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері еліміздегі қақтығыстар болмас еді, егер Қазақстанда тұратын өзге ұлт өкілдері тұрып жатқан еліміз тілін, мәдениетін сыйласа. Ұлтаралық қақтығыстар болмас еді, егер де ел ақсақалдары тентектерді жолға салып, тәртіпке шақырса, әр ұлт өкілдері бір-бірімен тату-тәтті болып сыйласа. Елімізде кім тұрса да жер жетеді. Қазақстанның жері ұлы байтақ. Рахмет, өте жақсы. Ақылжан. Осы ұлттық қақтығыстарды себептерін үш түпке бөлдім. Саяси, аумақтық және тарихи. Саясиге тоқталатын болсақ, үстем ұлт тарапынан жүргізілетін кемсіту саясаты, халықаралық терроризмнің араласуы, ұлттық мәселе бойынша қателіктер жасау, салғырты, халықтың өз мемлекетін құруға талпынысы, аумақтық мемлекет шекараларының халықтардың орналасу шекаралары арасындағы бәсекелестік. Тарихи, өткен замандағы халықтардың арасында қарым-қатынастардың өршуі. Рахмет. Қожан. Ұлтаралық қақтығыстар болмаса не болушы еді? Мен ойымша, бұл екіжақты дауыс сұрақ, себебі кейбір елдер өз-өзінің жайлы мемлекеттің жағдайында дамып өмір сүруші еді. Ал кейбір мемлекеттер сол өз орнында тұрып, өз мемлекеттің болашағына үлес қоспай дамыған мемлекеттердің ішінде болушы еді. Мысалы, Франция, Ұлыбритания, Испания, Германия сияқты. Және де адамдар кей жаман аурулармен ауырмаушы еді. Мысалы, мутация, чума эпидемиясы және тағы басқалар. Бірақ та осы қақтығыстар болмаса, біздің өмір қалпымыз 16-шы ғасырдың өмір салтымен салып қалушы еді. Әлем тыныштығын сақтайтын халықаралық ұйымдар. Дәптеріңізді ашып, тақырыпты жазып алайық. Бұл сәуірдің жері. Ары қарай арналған талқылау сұрақтарды құрастыру және осыған дейін өткен теориялық ереже аралас құрмалы сөйлемдердің жасалу жолдарын білу және түсіну. Енді кіріспе ретінде кинолента әдісімен бастасақ, жалпы білесіздер, осы кезде өткен тақырыптарымыздың барлығы халықаралық ұйымдарға байланысты. Енді алдымызда түрлі халықаралық ұйымдар бар. Кім осының қайсысын біледі, сол туралы бір-екі ауыз сөзбен айтып тұрсаңыздар, Аймұжан. Осы ең біріншісі ол Европа одағы, яғни Евросоюз деп аталады. Оның ішіне Шенген зонасындағы 27 Европа елдері кіреді. Бірақ тек қана 4 ел сол Евросоюздің ішіне кірмейді. Бірақ олар Шенген зонасының ішінде болады. Яғни ол Норвегия, Исландия, Лихтенштейн,
және Швейцария. Швейцария бұл тарихқа толы ұйым бұл саналады. Себебі екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ол 1945 жылы осы Америка құрама штаттары, КСРО, Ұлыбритания және де Қытай державаларының арасында құрылған елде тыныштықты сақтайтын ұйым болып саналады. Сонда ол өзінің төрт принципімен жұмыс істейді, яғни әлем бойынша достық сақтау, әскери осы ЮНЕСКО ол біріккен ұлттар ұйымының білім, мәдениет ұйымы болып саналады, жөніндегі ұйымы болып саналады. Ол 1945 жылы Франция елінде қалыптасқан болатын. Оның ішінде 67 бюро бар. Ол ислам әріптестік ұйымы ол 1969 жылы 20 қыркүйекте мұсылман мемлекеттерінің бастауымен құрылған. Ол қазіргі таңда оның бюджетті мүше және мемлекет оның талқылаушы ретінде ел тыныштығын бірлігін сақтау үшін құрылған халықаралық ұйымдар ретінде оның ішінде жарналық біріккен ұлттар ұйымы және ЮНЕСКО ұйымдары болып табылады деген. Енді қазір осы ұйымдардың біреуі ретінде сіздердің кітапта мәтін берілген. Сол мәтінді қазір оқып шықсам, сол бойынша қазір талқылау сұрақтарын қарастырамыз. Біріккен ұлттар ұйымы екінші дүниежүзілік соғыстан кейін антигитлерлік Британия мемлекеттерінің белсенділік танытуымен күштерін біріктіру мақсатында құрылды. Бас кеңсесі ақш-тың Нью-Йорк қаласында орналасқан. Атауын ақш-тың сол кездегі президенті Рузвельт ұсынған. Декларациясы 1944 жылы 24 қазанда қабылданды. Бұл күн Біріккен ұлттар ұйымының күні деп жарияланды. Қазір Біріккен ұлттар ұйымы құрамында 192 мемлекет кіреді. Жарғысына сәйкес Біріккен ұлттар ұйымы өз қызметінде келесі 4 мақсатты көздейді. Біріншісі, топтар бір-бірлеріңізге талқылау сұрақтарын қарастырасыздар, яғни білесіздер, WhatsApp-тың мына жеріне сұрақ жазасыздар, ал келесі топ соған жауап жазады. Рас ма? Рахмет алмасаңыз. Жарғысына сәйкес Біріккен ұлттар ұйымының өз қызметіне қандай мақсаттар бар? Олар 4 мақсатты көздейді. Біріншісі әлемде бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтау. Екіншісі ұлттар арасындағы достық қатынастарды дамыту. Халықаралық ынтымақтастық пен адам құқығын реттеу. Осы мақсаттарға қол жеткізуде барлық ұлттармен бірлесіп әрекет ету. Жауаптарын қабылдайсыздар ма? Төртінші топ. Дұрыс. Тамаша. Келесі екінші топ. Бұл қандай мүшелер кіреді? ақш, ресей, қытай, ұлыбритания, франция кеңестің тұрақты мүшелері болып саналады. Және де осы болуға 192 мемлекет құрамында бар. Олар құрамында 192 мемлекетті қосып отырған ең ауқымды ұйым. Халықаралық мәселелерді шешуде белсенді, ұлттар арасындағы бейбіт қарым-қатынасты сақтауда маңызы зор ұйым. Сонымен қатар жануарлар мен өсімдіктер, су тапшылығы сияқты көлемді мәселелерді әлемде де қорғайды. Жауаптарын қабылдайсыздар ма? Бірінші топ. Тамаша. Біріккен ұлттар ұйымының негізгі 4 мақсаты қандай? Біріншісі бүкіл әлемде бейбітшілікті сақтау, екіншісі ұлт арасындағы достықты сақтау, үшіншісі адам құқығын құрметтеу, халықаралық қатынастардағы адам құқығын құрметтеу, және төртіншісі мәселелерді шешуде бірлесіп әрекет ету. Біріккен ұлттар ұйымы қызметінде жұмыс істесеңіз, қандай мақсат қосар едіңіз? Ел халқы арасындағы қатынастарды дамытар едім,
сонымен қатар халықаралық және дінаралық қақтығыстардың орын алуын азайтып қарым-қатынастарын және де әлеуметтік мәселелерді бірлестіру үшін мысалы қазірде болып жатқан аштық деген секілді әлеуметтік проблемаларды бірлестіру үшін Жауаптарын қабылдайсыздар ма? Қазіргі жауабы кішкене. Ол мақсаттар олардың құрамында бар, жасалып отыр. Жақсы. Бізде сұрақ Біріккен ұлттар ұйымының құрылуынан себеп болғанын айтыңыз. Біріккен ұлттар ұйымының Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін антикитерлік коалицияға мүше мемлекеттердің ұсынысымен құрылған халықаралық ұйым. Алдыңғы сабақтан бері өтіп келе жатырмыз, иә? Енді сол бойынша бір тапсырма орындайық. Бағыныңқы басыңқы ретінде осы кесте бойынша бір сөйлем және бағыныңқы кестесі бойынша бір сөйлем жазасыздар. 2 минут уақыт. Мен бұл күн шығып, ел тұра бастады. Ала сәлі жоқ. Екіншісі басыңқы. Құрған кезінде топырақ араластыра тұрған қаланған кезде, ол кезде құрғанның үстіне шығу мен шеге араласа шығып, өзінше ол да бір сән беріп тұрды. Суда да біреу бар ғой. Сабыне ол дұрыс па, дұрыс емес па? Ақбоз алдыңғы екі аяғын елбітіп, көзі шатынып тұра бергенде аттан шығып түсті. Бұл жерде сізде екеуі бағыныңқы, соңғы сөйлеміңіз басыңқы болсын, иә? Жақсы. Екінші топ. Бір сөйлем беріңіздер. 1945 жылы Сан-Францискода конференцияға жиналып, КСРО, ақш, Қытай және Ұлыбритания басты тұрақты мүшелері болды. Бұл оны біріктіру мақсатында құрастырды. Келесі үшінші топ. Внимательно центры это поезда, мағынасы іші. Екінші сөйлем Біріккен мемлекеттермен достық қарым-қатынас орнатып, әлемге өз үлесін қосты. Жақсы. Соңғы төртінші топ. Қазіргі таңда Біріккен ұлттар ұйымы туралы айтсақ, Біріккен ұлттар ұйымы Нью-Йоркта орналасқан. Біріккен ұлттар ұйымы 192 мемлекет кіреді. Жақсы. Мен біріншісінен мен мектепке бара жатқанда соғыс туралы видео көрдім, эксперттердің ойларын тыңдап жүрдім. Жақсы. Мейманжан, келесі Еуропа ынтымақтастық ұйымы және Шанхай ынтымақтастық және НАТО ұйымдары бойынша үш топ хостер қазір ресми уақыт беріледі. Ал соңғы топ сіздер бақытты болашақ әлем тыныштығынан бастап алады деген тақырыпта қорытынды ой өзара ой бөлісіп айтасыз. Жақсы ма? Тез. Осы мәдениетіма қосылмайтын форматте айтады. Осы мысалы елдердің арасында қарым-қатынас пайда болса, қарым-қатынас өте мықты болса, олар қиын жағдайларды, мысалы дос қиын жағдайда табылады деген сияқты. Мысалы көмектеседі бір-біріне. Сондықтан олар тату-тәтті өмір сүре алады. Сондықтан осы тату-тәтті адам өмір сүрсе, менің ойымша ол бақытты адам деген сияқты. Яғни осы әлемде тату-тәтті өмір сүрсе, ол бақытты әлемді санаймын. Мемлекеттер бір-бірімен достық қарым-қатынаста болу қажет. Жақсы. Тағы? Болашақ әлем тыныштығынан бастау алады деген сөздерді мен былай түсінемін. Қазіргі таңда бізде көптеген қақтығыстар болып жатыр. Ол биыл туындаған Ресей мен Украина қақтығысында болады. Немесе бұрынғы жылдардан бері келе жатқан алға саяси қақтығыстар. Бұлардың бәрі ешқандай жақсылыққа келмейді. Олардың бәрі адамдардың өліміне, сол мемлекеттердің экономикасының төмендеуіне және сондай сияқты көптеген
қиындықтарға әкеледі. Бірақ егер адамдар бүкіл әлем бірігіп, бүкіл бір-біріне көмектесіп, бір-бірін қолдайтын болса, иә, әлемде тыныштық орнап, қысқа болмайды, және де бұл жақсы жаққа өсіретін еді, иә? Жақсы. Өйткені жалпы мемлекет ол халық, ал халық ол адам. Және адам арасында қамқорлық, түсіністік және олардың арасында сондай қақтығыстарға себеп болмайды. Жақсы. Туралы бақытты болашақ әлем тыныштығын бастап алады деген сөздерді мен былай түсінемін. Егер біздің елімізде қақтығыстар, соғыстар болмаса, біз бақытты болар едіміз. Сол үшін біздің әлемімізде ұйымдар, мысалға Біріккен ұлттар ұйымы, НАТО және тағы да басқа, олар біздің әлемдегі тыныштықты сақтайды және де кейбір елдеріне көмектеседі. жақсы. Рахмет. Бізде осы Еуропа қауіпсіздігі. иә, Қазақстан бұл ұйымға негізінен 1992 жылы 30 қаңтарда мүше болып кірген болатын. 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап ұйымның төрағасы Буяр Осман болатын. Ұйымның ішінде 57 мемлекет, яғни 3500-ден астам қызметкерлер атсалысуда. 20 ғасырдың 70 жылдары Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастықтың жөніндегі кеңес негізінде құрылды. Негізгі мақсаты осы бейбітшілік, қауіпсіздік және де адам құқықтарын өмірлік мақсат ретінде алып шығып және де оны әрекет ету. Бірінші мүшелерді айтып кетсек, ол бізде 1996 жылы ашылып, Қазақстан, Қырғызстан, Қытай, Ресей, Тәжікстан мүше елдер болып саналады. Осы Шанхай ынтымақтастық ұйымы 1996 жылы Шанхай бестігі деп атаумен енген. Бірақ 2001 жылы сол осы Шанхай ынтымақтастық ұйымына Өзбекстан қосылғаннан кейін ол Шанхай осы атаумен тұрақты болып қалды. Осы Шанхай мақсаттарда бұл мүше мемлекеттер арасында өзара сенім, достық, татулық қарым-қатынасын орнату және нығайту. Тағы бір негізгі мақсаты бұл саяси, сауда, экономикалық, ғылыми-техникалық, білім беру, қуат көзі, көлік, экологиялық және өзге де салаларда тиімді әрекеттік шараларын дамыту. Жалпы осы оның органдары, олар мемлекеттік басшылар кеңесі, үкімет басшылар кеңесі, сыртқы істер мемлекеттік кеңестері және де халық болып саналады.